Бүгінгі таңдағы қырғыздардың қазақтардан артықшылығы өте мол. Ат төбеліндей аз халық болса да, қаһарман жігіттері қыздарын қыз қылып, отан дейтін отбасының түтінін түзу етіп отыр. Тіпті көзді ашып жұмғанша жұдырықтай жұмылып, президенттен президентті тақтан қуып, нәскеше ауыстырды. Жақпаса билігін төңкеріп тастайды. Қырғыздардың қазақ халқынан асып түсетін тағы да бір жағы – демократия. Билігі халықпен санасуды біледі. Неге? Өйткені өзбектері өзенін ластап, сарт саудасын жасап жүргенде қандарын судай ағызды. Қытай келіп зауыттар мен фабрикаларын салып жатқанда ойран топырын шығарып, қуатының қуып шықты. Тіпті 2018-2019 жылы бүкіл қырғыз атқа қонып, қысық көзді Қытайдың жігіттерін қырдан асырып, масқарасын шығарды. Міне, мұндай мәрт, рухты халықпен қайсы бір билік санаспасын. 2019 жылғы Сауранбай Жиенбеков пен Атамбаев арасындағы қақтығыс кезінде Атамбаевтың ақ үйін қорғап, қарулы күштермен ашық майданға да шықты. Әттең аз халық, ең болмағанда халық саны 60-70 миллионнан асқанда, өз күнін өзі көріп, бүгінгі алпауыттармен иық тіресер ме еді бәлкім? Кім білсін? Бір кездері қазақ пен қырғызға да мәлім чувак ажы молда. Мен бұдан бұлай орамалға қарсы шыққан билік басындағылармен амандаспаймын. Саламын қабыл алмаймын. Жаназаларына бармаймын, шығармаймын да. Тіпті қатыспаймын. Олар орамалға қалай тыйым салса, мен де оларға жаназаға келуге солай тыйым саламын. Бұл қағидатты ұрпағыма шегелеп тұрып айтып кетемін деген еді. Бұл пәтуасына бүкіл депутаттар дүрліккен болатын. Осы мәселені талқылау барысында трибунаға бір депутат шығып, мектепке орамалмен кіргізбеген мұғалім мен директорлардың және біздің жаназамызды шығармаймын, Құранын оқымаймын, қабіріне көмбеймін деген имамның сөзі маған десең, арам өліп қал деген ғой. Бұған қалай ғана шыдаймыз деп бұлқын айтқан еді. Ал біздің ақ киімді денелі, ақ сақалды, соқыр мылқау танымас тірі жанды имамдарымызшы. Олар орамал мәселесіне келгенде күмілжіп, биліктің ықпалынан шыға алмай жүргенін білесіздер. Мінекей, кімнің қасқыр, ал кімнің қорқақ қоян екенін осыдан аңғаруға болады. Бірақ, тағы да бірақ деген бір сөз бар. Төрт әріп бұлттар түрмесінің тас талқаны шыққан соң ондағы халықтар ескі өмірінен барынша алысқа кетуді көздеді. Әркім әлемдегі өз жолын, өз орнын табуға тырысты. Алатаудағы айырқалпақ ағайындарда бодандықтың ноқтасын үзе салысымен ғылымда постколониалды синдром аталатын дертке шалдықты. Бірнеше ғасыр ұлттық тарих, ұлттық мәдениет пен дінге сусаған қоғамдық сана зәмзәм суды да, нәжіс суды да шөліркене сімірді. Қырғыздар арасында әсіресе ұлтшылдық белең алды. Ағайындарымыз тарихты метрлеп, тоннала бөлшіп, көршілерінен әлде қайда ұлы екендігін дәлелдеп қай кезде де қазақ пен қырғыздың қазаны бірге қайнап, төсекте басы, төскейде малы қосылған бауырлас жұрт. Бұл жұрттың аражігін ажыратып, аламысық өткіземіз дегендердің барлығы көр көкіректер. Бағаналы теректің тамырындай тереңге жайылған түркі тарихында қазақ пен қырғыздың алатын орны ерекше. Қиын күнді бірге жеңген, қылымдардан бірге келген қырғыз қазақ. Қиын елден қас дұшманды қачырған, біз қанша таңды атырған, біз қазақ қырғыз батырданбыз. Қадабыз бар, салтыбыз бар, кеңпейілді қалқыбыз бар. Қол ойын отсам қолымызда, қоштойт мені домбыра, қылып екем жанып кеткез. Түндігібіз сүйібіз, дінге бірдей сүйібіз, Алла деген ару елбіз, Алла деген ару елбіз. Ақ кимешек апалардың, Шыңғыс Мұхтар аталардың ескі салтын жалғастырып алдық біздер бата